Құрметті ағайындар, бауырлар, ағаларым, жеңгелерім, інілерім, келіндер. Мына бүгін енді Ұланаса той болып жатыр. Құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Қазағымыздың наурызы ғой өзіміздің. Енді қазақ атам осы табиғатпен етене байланысып, табиғаттың бүкіл сырын ұға білген. Жаңа жылда осыны айтады. Енді қазір біздер мына көрісу деп әдейі осы мерекені таңдап қыстан аман шыққан алыстағы ағайынмен көрісейік деп, бір жағынан дәстүр болсын деп, бұл енді өзіміздің аса зор мәдениетіміздің тек қана бір көрінісі. Бұл жылдың бастауы. Әсіресе барлығыңызға рахмет айтамын. Осындай кездесуге келіп, алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге, сіздерді көруге біздер кеше асығып келдік жолдан. Ақтөбеден Серік ағам бар, Али ағам бар, Қанат ағам кетіп қалды жаңа. Сосын інім бар, төртеуміз шыққанбыз. Ағайын аз жиналды демеңіздер. Оны уайымдайтын ештеңесі жоқ. Ең бастысы ағайынның басы қосылса болды, ол санында тұрған ештеңе жоқ. Бірде былай, елдің бәрінің қазір жұмысы бар, шаруасы бар, келе алмай қалған ағайындарымыз бар, келгісі келетіндері бар. Осындай жиынға келе алмай, мына бүгін Серік ағамыз бізбен еріп қуанып кеше келгенше солай келді. Біздер де солай қуанып келді. Осындай дәм бұйырып жатырғандарына, осы сіздер жақтан жылой жұртына, осы жердегі аға жеңгелерімізге, іні келіндерімізге бәріне алғыс айтамын. Апаларымыз да бар. Аман болыңыздар. Елдеріңізде тек қуаныш болсын. Енді мына былтыр Отантауда естіген, осы қазақтың қара шағы, осы қара шаңырағы, осы адайларда естіген да, енді бір жағынан келісуге болады. Сосын мен ойлап тұрмын, енді біздің шағырлардың қара шаңырағы осы жылой жұрты, атамыздың жатқан жері. Оның ішінде мына ағаларымыз бар, осы көтеріп жүрген осыны. Енді Марат ағам ылғи айтады ғой, осы жолда, осы дәстүрді бастап кеткен ағаларымыз жатқан жерлері жайлы болсын. Енді оны еске алып та жатырмыз. Осы міне әлілер келіп отырген Мұса ағалардың танысып жатырмыз, қуаныштымыз. Осы жүздеріміз көріп қуанып жатырмыз. Енді кеше осы бір жақсы ағаларымыз бар еді. Енді Алланың жазғаны шығар, өмірден озып кетіп жатыр. Ғаділбек деген ағамыз бар, қатты жақсы көретін едім. Асылбек деген ағамыз осылай жиыннан қалмайтын еді. Жандар жәннатта болсын. Осы жерде ағайын тумалар болса көңіл айтамыз. Барлығыңызға дендеріңізге саулық тілеймін. Енді мына ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі. Осы мерекені бізге ортамызға әкелген көп ешкім білмейді. Жазушылар бар, мынау Назарбаевтың жанында жүрген шабармандар, олар емес. Бұл мерекені ортамызға әкелген 86 жылғы көтерілістен кейін, қолмен билікке келгеннен кейін, сол кезде, яғни мына қазіргі саяси технология бойынша тар шығарып алу деген болады. Бір тісіңді қайрап жүресің ғой. Сол мәдени құлдыраған халықты 87 жылы Өзбек Жәнібек деген ағамыз мәдениет министрі болып тұрған кезде, енді Колбин енді билікке отырғаннан кейін бір қимылда бірдеңе істеу үшін елдің алдында абыройын шашып алды ғой. Енді не істейді? Сол үшін Өзбек ағамыз мәдениет министрі отырған бойда тез арада әуелден бері дайындалып жүрген нәрсе осы қазақтың наурызын елдің жұрттың ортасына қайтару мақсат еткен. Сол 88 жылы алғаш рет сол наурызымыз тойланып бастады. Енді жаңа ұлы тұлға адам болғаннан кейін Өзбек Жәнібек деген ағамыз, мен ютубтағы шағырлардың каналына оны салғанмын. Мен өзім сондай ұлы тұлғаларға, қазақтан шыққан өзім басымды иіп соны дәріптеп жүремін. Енді осы салтымыздың, мәдениетіміздің арқасы ел болып отырғанымыз. Екі жағымызда, екі оттың ортасында отырмыз. Негізінде міне қазіргі жастарға, осы шағырдың жастарына қатты жаным ашиды. Біздер жаңағы бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз деген ол енді алдамшы ғана сезім, ешқандай да бейбітшілік жоқ. Қырғын соғыс жүріп жатыр қазір. Екі жақта екі отырып, мына орманға толған, жаңағы аю толған орыс отыр, бұл жақта айдақап отыр. Енді тек бізге солардың ортасында отырып аман қалу үшін ата бабамыз батыр болған. Енді бізде кішкене ұсақталып кеттік. Бірақ осы аман елді бізге қалдырған, аманатқа қалдырған жерді мұраға ие болу үшін
жастарымызға қиын болады. Сол жастарымызға тәрбие болады, үлгі болатын тұлғаларымызды әрдайым үлгі тұтып осы ортаға таратып жүруіміз керек. Жаңа өзіміздің ағаларымыз айтып жатырмыз. Сосын оның ар жағындағы аталарымыз бар, жаңағы Өзбек Жәнібек деген сияқты. Сол тұлғаларымызды әрдайым үлгі тұтып жүрейік. Сосын салтымыздан, мәдениетімізден ажырамайық. Соны біздер тағы бір жаңғыртып жатырмыз, яғни өзіміздің шағырлардың жастарына осы тәрбие болсын деп. Сол осы бір орайда осы жерде, осы Жылой өңірінде осындай ханның сарайындай той өткізетін банкетный залы бар, бірнеше кәсібі бар. Өзім ұзақбай ағама бір қол шапалақтап қойыңыздаршы. Аға сау болыңыз, жеңге екеуміз бақытты болыңыздар. Сосын мына сыйлық алып келген сізге. Енді сізге жаңағы ат мінгізіп шапан жаппасам да, мынау кітап, бұл өте құнды кітап. Бұны енді алып оқуға болады ғой, былай Каспийде сатып алады негізі. Соны сізге естелік болсын деп ішін әлі жазып үлгерген жоқпын. Мына осы Өзбекәлі ағамыздай болыңыз осы елге, осы шағырларға. Ал. Бауырым, енді халықтың алдында мәртебемді көтеріп айтыласың. Рахмет саған да. Аман бол. Осы шағырата ұрпақтарсын, бәріміз осы басымыз дейміз. Алла тағала ауыз біршім мықты болсын. Рахмет. Аумин аға. Жеңге екеуміз бақытты болсын. Өсіп келе жатқан ұлдарымыз, қыздарымыз бар. Аман болсын. Енді осы тіл көзі